Балалық шақтың еркін әлемінде еркелеп, қамсыздықтың дәуренімен жүрген кезімізде, әжетай сіздің шексіз мейіріміңізді көріп өстік. Сіз өзіңізге тән аналық, әжелік, махаббатыңызбен әрдайым жанымыздан табылатынсыз. Ал бүгін жанымыз алабұртып, көңіліміз жетімсіреп тұр. Қара шаңырақтағы орныңыз ойсырап, бір жыл бұрынғы төріңіз қаңырап тұр. Өмір, өлім, арасы бір ағадым. Қу тірлікте күлгенің, жылағаның, өліп өшіп жоқтан бар құрағаның, адырағап Аллахқа қайт оралар, аманатқа алынған мына жаның. Тіршілік деген үлкен ұғымдағы қара мен ақтың, күн мен түннің қатар жүруі сияқты, фәни мен бақидың да үздіксіз өз жұмысын орындауы бәлкім біреулерге қалыпты нәрсе болуы мүмкін. Ал біз үшін бұл жолғы орындалысы көңілімізге көлеңкесін көбірек түсірді. Сіз өмірден өткен соң жақынды жоғалту, бар нәрсенің мүлдем жоғалуы деген, әр нәрсені уақытында бағалау деген ұғымдарға мүлдем басқа түсінікпен қарайтын болдық. Бұл сізге деген шексіз махаббатымыздың, сізге деген сый құрметіміздің жемісі. Өзіңізді қатты сағындық, әжетай. Біздің ардақтанамыз, ақ жаулықты әз әжеміз, Сүлейменова Нұрбиға әулетіміздің киесі, ақылшымыз, шаңырағымыздың берекесін кіргізіп отырған асыл жан еді. Ол 1935 жылы 23 мамырда Атырау облысы Дасор поселкесінде дүние есігін ашқан. Романбетқұл Таз, әкесі Сүлейменов Өтеш пен анасы Күнбалаш 7 бала тәрбиелеген. Нұрбиға отбасының тұңғышы, үлкені болғандықтан өзінен кейінгі бауырларына қамқор болды. Анасына көмектесіп, үй шаруашылығына жастайынан араласты. Мектепті Дасорда оқыды. 3-ші сыныптан бастап 3 жылдық Свердловск қаласында әкесінің інісі Таубай ағасының қолында орыс мектебінде білім алды. Мектепті Қошқардан бітірді. Орта мектепті бітірген соң 1952 жылы тұрмыс құрды. Атамыз Дінов Базарбекпен бас қосқан жұбайлық ғұмырын әжеміз былай деп еске алушы еді. 17 жасымда Қошқар қаласының тұрғыны Дінов Базарбекке тұрмысқа шықтым. Көршілер арқылы таныстық. Үйде енем, қайныным, Санақ, қайынсіңілім Тоқтасым болды. Тұрмыс жоқ, бір бөлмелі үй, көршінің алашасына бір күн түнедік. Оны да келесі күн алып кетті. Дастархан орнына газет жайдық. Ішетініміз қара шай. Осындай заманның қат кезі, жоқшылықтың, қиыншылықтың ащы дәмін татқан алғашқы жұбайлық ғұмырында еш мойындамады. Ер азаматын қай кезде де қолдап, оған үлкен сенім арта білді. Екеуі екі жақтан қызмет етіп, дамылсыз күндерді өткізді. Атамыз Базарбек мұнай саласында қызмет етсе, Нұрбиға әжеміз еңбек жолын Қошқар елді мекенінде телефонистка болып бастап, кейін ұзақ жылдар бойы Сарғамыс поселкесінде сауда саласында еңбек етті. Есел еңбектің арқасында жас отбасының жағдайы біртіндеп түзеле бастады. Атамызбен бірге 65 жыл ғұмыр кешіп, Айман, Нұрлан, Шолпан, Нұралы, Ералы, Бейбіт деген есімді ұл қыздарды өмірге әкеліп, көп балалы атан атанды. Күні бүгінге дейін түн ұйқысын 4 бөліп, өсірген ұл қыздары аман есен ер жетіп, үлкен өмірден өз орындарын тапты. Көзі тірісінде асыл әжеміз жапырағы жайқалып, тамыры тереңге бойлаған, алып бәйтеректей болып, Ерлан бастаған 13 немересі, 2 шөбере, 17 жиен шөберені қызықтап өтті. Белі қайысқанша еңбек етіп, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай, мейірін төге жүріп, күтіп, баптап өсірген ұрпағы өркен жайып, бүгінде бір-бір шаңырақты құрап, өсіп өнді, қар орманға айналды.
Десе де, асыл әжеміздің көлеңкесінен артық пана жоқ еді біз үшін. Сенсіз тәрбие көріп, қанатымыздың қатаюы екіталайтын. Әлі күнге дейін ақылыңызды іздеп, мейіріміңізді аңсап тұрамыз. Ал енді Климент Онарқаш дейтін шадыммен құрдас, өзіммен қатар құрдас, бірге жүріп, бірге тұрдық Сарғамыс микрорайонында. Балдарымыз бірге өсті, достығымызда қапы жоқ енді. Шадымның құрдасы болды, өзім құрдасым болдым, балдарымызды, оның балдарды, менің балдарымда бірге өсіп, бірге тұрғандай, бір үйдің баласындай болып жүр. Келіндеріміз де сондай. 68 жылық бұлар Қошқардан көшіп кетті, біздер Сарғамыстікіміз, сол жерде. Әйтеуір сонан бері өмірден өткенде де таңертең барғаннан кешке 8-де өмірден өтті, сол уақытта дейін қасында болдым. Жандосым-ау, жан подружкам-ау деп кеткенше, марқұм. Баяғыда кішкентай күнде мына келіні қолында болғанда, жас бірге немересі бірге толғаннан кейін бұны жұмысқа шығарып жібереді. Жұмыстан қалма сен деп. Балдарының бәрін немерелерін жақсы қылып өсірді. Ешқайда бармайды дейді. Қазір балам келеді, соларға тамақ берем, біреу кетеді деп. Бармайды, соны бір күндерде ұрыстым мен. Жүршеш, енді балдарың өсті ғой. Жүршеш, бірге барайық енді, бірге жүрейік енді деп. Сонан мен жерде тұрам, ол аяқта тұрады. Шық қазір, мен саған дейін барам деп. Шалы кетіп қалады, шалына ермейді. Бармай қалады шалына. Сосын барғасын, әнжелі тұрып, екеуміз кездесіп бардық. Сонда шал айтады, байына еріп кетмен жүрмей қалып еді дейді. Сондай дос болдық енді. Достығымызда қапы жоқ. Балдарымыз да сыйлады, балдары біздерді де сыйлады, біздің балдарымыз да сыйлады. Достығымызда қапы жоқ. Бір көзек нанды бөліп жедік, бір стакан шай болса бөліп іштік. Немерелерін өсірді. Мына Жаслан дейтін баланы әке. Соны киіндіре беретін еді. Киіндіре беріп, бәрін киіндіріп, не киіндіріп алатса, сосын ана қалың киімменен өзі көтереді сол жүргенде. Тоңып деп киіндіре береді. Сосын оны көтереді киіндір, барлық киімді кигізіп алады да көтереді сосын. Мен айтам, бәрінің кигізіп аласың деп көтересің, мұны баланы өлтіретін болдың ғой сен, мына шілдеде киіндіре беріп. Сондай жақсы кісі енді, адынан жарғасы. Мінез дейтін жақсы, өте мінезі. Өмірден кеткенде де деместен кетті, марқұм. Өмірімнің мәні мен мазмұны деп, немерелеріңізді еркелетіп жүруші едіңіз. Етегіңізге сүрініп, қабынып қалмай жылайтын ерке тентектеріңізге бір қабақ шытпай, қолынан жетектеп, той томалағынан қалдырмайтынсыз. Қалтаңыздың түбін қағып, бар тәттіні соларға бере салатынсыз. Бүгінде Аллаға шүкір, әжеміздің өнегесін алып, мектебінен шыққан қай-қайсымыздың да қоғамда айшықты орнымыз бар. Ыстық мейіріміне бөлей жүріп, жақсы мен жаманды, оң мен солды үйретіп кеткен ақ жаулықты анамыздың даналығына қайранбыз әлі күнге дейін. Немерелерін өзі баққан балажанның бағбаны, әз әжемізден алар үлгі өнеге ұшан теңіз. Әр мәселеге күйіп піспей, қашанда бәрін сабырмен шешетін, салмақты, салиқалы сөзімен жандағыларды өзіне иіріп әкететін қасиетімен ерек жан еді. Біз енді бұл Дейнептердің отбасы менен рулары Қаратоқай, біздің шаңырақта Қаратоқай. Бұлар 42 жылдан бері қарай шаңырақта Сеғуатпенен Дейнеп Базарбек, осы шаңырақтың аталары, балдардың аталары бірге өскен. Бірге жұмыстас болған. Содан балалық шағынан бері қарай осы күні кешеге шейін біргеміз бәрімізде. Жастық шақтары, үйленгендегі, отбасы болғаннан кейінгі балдарымыз барлығы да біргеміз, бірге жұмыс жасады. Базарбек жаңағыдай шаруашылық бөлімінде жасады, Нұрқаш сауданың бөлімінде жасады. Соның бәрінде жаңағы Нұрқаштың бір жақсы қасиеті жаңағыдай қонағын сыйлай білген, еліне, елеулі халқына қалаулы, балдардың сүйікті әжесі, бүткіл өмірін осы балдарына арнаған ардақты ана болып кетті. Енді
бұлардың бір жақсы қасиеттері әр уақытта да сол балдарына үлгілі, бәріне оқытты, тәрбие берді, білім берді, әрқайсысына шаңырақ көтерді, әрқайсысы өздерінің орталарында сыйлы, жаңағыдай аталар мен әкесі мен шешесіне сай, солардың еңбектерін ақтаған бір үлгілі, жаңағыдай өте бір абзал азаматтар болып өсті. Балдары, сол балдарын, мен де жаңағы менің балдарым сияқты осылардың көз алдында өскеніне мақтан тұтам осы балдар. Олардың балдары, менің балдарым, олардың балдары деген сияқты. Енді жаңағы айтады ғой, қазақта достың да досы бар деп. Енді өзіңнің шын сырыңды айтатын да досың болады. Ал енді досы жоқ, кісі жаңағыдай жапырақсыз ағаш сияқты дейді ғой. Орны бөлек Нұрқаштың. Әр уақытта да оның бір жақсы қасиеттері, жымиып күліп қойып, балдарына жаңағыдай бір дауыс көтеріп, не болмаса бір ағайынға, дос-жаранға дауыс көтеріп сөйлегенін көрген емеспін қай-қайсысында. Әр уақытта да өзінің қонақ жайлығымен, адамгершілігіменен, мінезінің жақсылығымен, биязылығымен сол қонағын қарсы алып, жайылып төсек жаңағы жайылып жаздық төсек дейді ғой, жаңағыдай сондай қонақтарын атқарушы бір үлгілі әже болып өсті. Балдарына да келіндеріне де өте жайсаң, өте жақсы, барлық өмірін осы балдарына арнады десем, артық айтпаған болар едім. Анамыз бізге көптен біз білеміз, жас кезімізден білеміз, өзінің парасаттылығымен, сабырлығымен есімізде қалды. Ол кісіден үлгі алатын жеріміз өте көп. Әрі жастарға да өзінің отбасының ұйытқысы бола білді. Біз ол кісіден нені үйрендік? Біз ол кісіден азаматын сыйлауды, құрметтеуді, отбасының құндылықтарын сақтауды үйрендік. Өзі жұмыста болды, жас кезінде зейнеткерлікке қалғанша еңбек етті, еңбекқор болды. Мен бұл әулеттің, жалпы Динов әулетінің, оның ішінде Базарбек әкемізді айтпай кетуге болмайды. Өйткені үлкендер жағы біледі, жастар жағы, балалар жағы білмеуі мүмкін және білмей қалуы мүмкін. Осы Сарғамыс елді мекенінен Атырау қаласына, микрорайон Сарғамысқа көшіп келуімізге мұрындық болған кісінің бірі де бірегейі Базарбек әкеміз. Кезінде тікелей эфирға премьер-министрға дейін шығып, осы түбегейлі шешім қабылдауына себепкер болған сол кісі. Бұл кісіні ұлы адам деуге болады. Ал әрбір ұлы адамның артында кім тұрады? Әйел адам тұрады, оның анасы тұрады. Міне осы кісінің риясыз халыққа қызмет етуіне себепкер болған, мен ойлаймын, Нұрқаш анамыз. Енді міне бүгін Нұрқаш анамызбен қош айтысқанымызға жыл толып жатыр екен. Ол кісінің шыдамдылығы, ол кісінің қонақжайлылығы, ер азаматын күтуі, одан кейін өзінің балаларына жағдай жасап, барлығының жоғары білімін алуына, өз орындарын табуына әрине ана бірден бір тәрбие беруші. Өйткені ер адам ол жер иесі болса, әйел адам ол ұлт иесі. Өйткені ұлтты тәрбиелейтін, болашақты тәрбиелейтін, ұрпақты тәрбиелейтін ана. Сондықтан да міне одан кейін өз балаларын бәрін орындарына қондырып, білімдерін алып бергеннен соң, зейнеткерлікке қалғаннан кейін де бос отырған жоқ. Балаларын жұмысқа жіберіп, қолында бейбіт баласы Нұржауған келін ешқандай жұмысынан қалдырмай, вақтылық әдіспен жұмыс жасауына жағдай жасап, өзі қолындағы немерелерін қарап, барлығына бірдей тәрбиесіне, біліміне назар аударып, тіпті өзіміз көзіміз көрді, барлығының сүйікті тамағын пісіретін еді ол кісі. Әкешеміз өмірден өтсе де, әкешеміздің орындай болып, бізді 30 жыл болды біз әкешеміздің өткеніне, 30 жылдың асы. Соның ішінде біз осы кісілердің қамқорлығындамыз. Қамқорлап бізге ақыл, кеңесін аямай, өздерінің барлық жағдайларына, қонақтарына шақырып, қызым күйеу алам деп төріне отырғызғанның өзі бір төбе. Біз әрине сағынамыз, мәңгі есімізге сақтаймыз. Әрине оның әрбір сөздерін үлгі қылып айтып отырамыз. Ал Диновтың әулеттері, Базарбектің балалары, осы күнгі атқан мына жапырақтарың жайыла берсін. Балдарың ер жетті бәрі де. Тойлы күндерің көп болсын, бейнеттерің жоқ болсын, өмірлерің ұзақ болып біз құсап, үлкен жасқа жетіп, балдарыңның қызығын көр. Айтармыз кімге өкпені, өмір дегенің өтпелі. Жыл толды бүгін
Анашым, өмірден өзің өткелі. Алдамшы екен-ау, бұл жалған, ажалы жетсе кім қалған? Айтылар талай естелік, артыңдағы ұл-қыздан. Кім қамығар біз үшін, өтерме айтсақ базына. Дәл өзіңдей жанашыр, табылмас әжем қазына. Қандай ет ертегің, өзің барда еркедік. Шаршатса да тентегің, деушедіңіз ертеңім. Құшағына бәрін сыйдырып, санаға құйдың жақсыны. Сабырға бәрін жеңдіріп, бағындырдың бақшыңын. Адамзаттың ішіндегі асылыңсың, көнермес артыңдағы жақсы ізің. Ұрпағыңмен мәңгілікке жасайтын бір емес талай ғұмыр ғасырсың. Иә, артыңда бір қауым ел боларлық тәрбиелі ұрпағыңыз барда, сіз тірісіз, мәңгісіз. Сіз ұрпақ сабақтастығының мәңгілік бәйтерегісіз. Жаныңыз жұмақта шалқысын, асыл ана, әз әжетай.